Senin есімің yok? Менің есімім Балақай, ал сенің есімің? Ал менің есімім Карлсон. Жай ғана Карлсон. Сәлем Балақай. Сәлем Қай тамаша. Балақай. Ал сен де мектепке барасың ба? Жасың нешеде? Барамын, ал сенің жасың ше? Менің? Иә. Менің жасым ақыл күшім тоғысқан жағында. Ал қай жасқа келгенде ақыл, күш туады? Кез келген уақытта. Өйткені мен сымбаттымын, шамалы күйлімін, көріктімін. Қысқаша айтқанда, ақыл күшім тоғысқан жағындамын. Балақай, ал мынау не? Ол мені сен жинайтын қорым ғой, мен оған күшік сатып аламын. Күшік? Иә. Сен білесің бе, Балақай? Менде анда жоғарыда мыңдаған күшіктер бар. Ол қайда жоғары? Ой, анау шатырда жоғарыдағы менің үйімде деген ғой не? Ал ол неге жоғарыда, шатырда? Балақай, адам қай жерде тұрғысы келсе, сонда тұра бермей ма? Ал ол бишаралардың қай жерде жақсы екенін қаяқтан білсе олар? Иә. Онда sıra жақсы шығар, иә. Балақай, сенде тікұшақ бар екен ғой? Иә. Кел екеуміз тікұшақпен ойнаймыз. Жоқ, тікұшақты тек қана маған мен ғана ойнауым керек. Ал ағам жол жүріп кеткен. Тікұшақпен жол жүріп кеткен ағаймен ойнайсың ба? Әлде шатырда тұратын Карлсонмен ойнайсың ба? Тікұшақтар жөніндегі ең білгір маман ол шатырда тұратын Карлсон. Сен ағама сөйтіп айта алар. Біле білсең, Балақай, менде шатырда мыңдаған тікұшақтар бар. Мыңдаған тікұшақтар. Ой! Ой! Балақайдан бері тікұшақсың ғой? Масқара, мама не дейді бұған? Мама? Мама ұрысады еді мама. Балақай, түгетпей, ондай өмірде бола береді. Мама ұрысады, мама. Балақай. Не бұл? Масқара. Масқара. Не істемейсің, а? Мына тікұшақ түсірді ме мына? Ой, Құдай-ай. Балақай, осы сен жалғыз ойнамаймын, бұдан былай деп ант бергенің қайда? Мама, мен жалғыз емеспін ғой. Карлсон мен. Кім мен? Карлсон мен. Мама, шатырда тұратын Карлсон. Ол бар ғой, шалмалы келді. Оның арқасында моторы бар. Өзі ұшып жүреді, мама. Қайдағы бір Карлсонға жалаң шаппа. Одан да мына өзіңнің істеген қылығыңа жауап берсеңші. Мама, ол шынымен де бар деймін. Ой, Құдайым-ай, өзі ұшып жүреді. Иә. Өзі шатырда тұрады, иә? Сенің айтып тұрған Карлсоның ба? Жоқ. Онда тұрған не бар екен? Адам қайда тұрғысы келсе, сонда тұра береді. Жарайды. Ешқандай да Карлсон деген жоқ екенін өзіңде жақсы білесің, е? Ал енді қарсы шет Балақай. Мынандай әдемі ойыншықты сындыру деген мама Карлсон деген дейді. Ондай өмірде бола береді дейді. Сенің Карлсоның солай деді ма? Жоқ. Олай болса, сен айта бар Карлсон. Бұдан былай. Осы үйде тұмсығын тығатын болса, менен ешқандай да жақсылық көрмейді. Түсіндің бе? Өмірін ұмытпайтындай болады. Мама, тыңдашы мені. Мама деме. Одан да мына жердің барлығын жинастырдағы жұмыспен айдамыз. Мама, тыңдашы деймін. Мама деме, айттым ғой саған.
білмей қалып. Шені майласын, клапандар кінәрат тоқтаған. Жарай ма? Мейлі, жақсы. Мен кеттім. Малақай, мына фонарикті маған сыйлашы. Ала қой, ол сенікі. Тамаша фонарик. Жақсы ғой. Мен енді күздің қараңғы түндерінде ана құбырлардың арасынан адасып кетпей, мына фонарикті жарығымен жүретін болып. Карлысың, жүрші мен сені таныстырайыншы. Дұрыс айтасың. Сен маған фонарикті сыйлаған соң, мен сенің мамаңмен танысуға тура келеді. Шақыр мамаңды, шақыр. Сен қазір ол жерде күте тұр, ешқандай кетпе. Күт. Мама! Не бол? Мама ойынды жұмшы. Ал, жұмдым. Мама, сөзіңде тұрам деп уәде берші. Мен саған не үшін уәде беруім керек? Сен уәде беруің керек. Иә. Жарайды. Айтпақшы сен менің саған күшік алып беруімді сұрамайтын шығарсың, е? Жоқ, ол күшік емес енді. Бірақ күшікті де алып беремін деп уәде беруге болады. Бірақ ол күшік тиместі де қалыпты емес. Мама сөзімде тұрам кетсеңші. Жарайды енді, жарайды, уәде. Сен Карлсон қайтаға жақсындырғанша ештеңе айтпайсың ғой. Сен бірақ мені сол Карлсонменен таныстырсаң, қуанышты болар едім. Карлсонды тәңір ойнайды. Міне. Ал бірақ Карлсон денені құдан бұлай аузыңа дауышы болмас. Түсіндің бе, балақай? Түсіндің ба деймін. Көрпе, түгетпей, ондай өмірде бола береді. Сәлем, балақай. Кіруге бола ма? Карлсон, сен неге қашып кеттің? Мен ба? Балағай, не ғой, болар шулап ғой. Мен шулаған кезде үйшігіме ұшып кетем шатырға. Сөйтем мен ұйықтап қалам. Сол дұрыс. Болмаса неше түрлі нәрселерді естисің. Шуласа несі бар екен? Не ғой, балағай, саған мамам жаңа тікұшақтан алып берген жоқ па? Жоқ, ана. Айтпақшы, бұнда ешкім жоқ па? Менде ешкім жоқ. Ешкім жоқ. Онда әлімен жалғастырайық. Балағай, сен өмірде нені ұнатасың? Жеңге? Мен өмірде циркті ұнатамын, қара. Ал қара. Сен? Иә? Сен? Сен не айтып отырсың? Қара, не десте алам? Көрсетші өшкен? Қара, жақсылап қара.
Bilmeyim. Şunu de konuda oldu. Ben seni bağlı. Karnısını şansıra dedim. Ol kalmış. Dağda. Uykuda yer. Sen bilirsin. Ay senin cansın neşidi. Bak. Kanşağa geldin babakay. Akıl kaşın kıysanlar. Mama bizi konuda değil mi? Hayır. Demesin bana değil mi? Niçin olsun öldürüşü bulamadı korkan? Mama dedi. Benim bakın senin bir kurduk gibi biliyorsun. Mama çok korktu. Bak niçin kurduk gibi. Kurduk gibiydi. Mama. Koy. Mama. Dünya üstündeki en vakıfta bahter ol şatırda durатын karısın. Al sen niye kaçıp gittin? Vay, ben şunu etsem korktum. Korktun? Vardırımın degene kayla karlısın. Ne koy? Vay, siz bilesiniz mi? Ben şundan da korkam. Onlar beni kurduğun gözü, kuamayma da korkam. Onlar beni kurduğun gözü, düşünmeydim de korkam. Onlar beni kurduğun gözü, düşünmeydim de korkam. Yen basıp ben sudan korkam, balakay. Balakay, hadi, basın kırmış. Gel, sen, şarkın olsun da babamda, tanısanız. Kaşkı detken. Oy, kaçıp gerek yok. Çünkü çıkıp oldu. Şükür. Aynen o. Kazım dağılının şükürsi tozuncu. Bu. Hay. Bilgen sen kalırsan, jürgenle birge şarkılaş geliriz. Azı değilsin koy. Erzir değilsin oy. Kala öylesin. Şüphelerimizde elde oylanasın bak. Karnısın şunu neredesin lan? Yok. Ay gidiyorum şu an. Alsayım, senin kuşun ceket mi? Şu. Hey, o onu kuyruğu şakar mı zaten? Uşağı bacakla ceket. Kulağını alsam şu. Hey, firmaların bağrını, жоғını bәрі білеміз.
Олар мені көрмейді. Мүмкін оларға сол жақсы шығар. Ой, көресің сен оларды қыстап жақсамансың ғой. Мұнда кетіп жақсама. Қазір көтер. Ей! Төмендегілер! Бері келіңдер! Жандырмашыңдар! Мұнда Карлосын тұрады. Әлемдегі ең керемет Карлос! Сабырлық сақтасайшы. Мұнда біз екеуміз ғанамыз. Ешкім жоқ, жандырмасыныз. Егер шындап қалсаң, мына көңілге әлемдегі неше түрлі керемет нәрселерді көресің. Ой, жерде өрт болып жатыр. Балағай, сенің үйің емес па? Мүмкін мен іздеп келген шығар. Қарашы қаншама адамдар. Бүйте, олар мені іздеп жүр. Нені жоқ деп айта сал, сен білесің ғой. Дүние жүзіндегі ең мықты өрт сөндіргіш, ол мынау мен. Жарай ма? Мен іздесем жоқ деп айтсам, жарай ма? Сен маған жандырыш келесің бе? Уәдеңді беріп келеміз бе? Қазір. Мұнда ешкім жоқ. Мен жалғызбын. Балағай, қайдасың? Балағай, аяқтай кетсің. Балағай, мә, одан да сен мына қоңырауды ұста. Егер бір рет сыңғырлатсаң, кәмілсің, сен қайдасың деген белгілі болсын. Ал екі рет сол сыңғырлатсаң, кет, сенің керегі жоқ деген белгілі болсын. Ал үш рет сыңғырлатсаң, ол дүние жүзіндегі адамның, яғни кәмілсінің болғаны қандай бақыт! Ал ол үшін міне қоңырау соғып не керек? Ой, балағай, мен әр 5 минут сайын достарыма жылы-жылы сөздер айтып көремін. Егер күнде көре алмаймын, сол үшін сыңғырлатасың. Жарай ма? Балағай, кеттім, мен сұраса жоқ деп айтасың. Жақсы. Білесіз бе? Притім, сізге үміт артып отырмыз. Келіңіз. Иә, ізгіден адам бұл баламен отыруға кеткен. Иә, дұрыс. Ылғи да осылай. Бірінен соң бірі. Ана жақта әжемізге ұмытқан. Енді ол кісіге де барып жүреді. Ал енді мынандай жағдай бола тұра, қалай ғана кетіп қаларсыңдар? Сіздер қандай жаза қолдандыңыздар? Менің ренжігені қатты себебі олар ба? Иә. Енді бұл баланы қалай мейіріммен тәрбиелейміз? Ана деген баланы әрине жақсы көреді. Бірақ сіздің сол мейірбандығыңыз негізін соққан атырған дереу жез болу керек. Міне, мысалы мен жезінеге деншілерді өзім тәрбиеледім. Мынандай жез тәрбиеледім. Атыр, қиял дегендеріңізді. Бірақ білін ұлып, алып тастаған. Соңынан алмай тұрмын. Айда барады, ес кетсе
біздің балақай балалықтан құтылып емес. Оның барлығы мынау қиял фантазиясында. Қиял фантазия. Иә. Бұл сөздерді сондай жеңіл. Бұл жерді ертең неге апарып соғатынын білесіз бе? Әзірге мына кішкентай фантазер. Фантазер болады. Біз қайда? Мен оны көргім келеді. Балақай!
tiyin salam dedin de. Men buna senler üçün tırısı var üçünde buna terbiyege salıp durman. Senin mağaz rahmet aytadın bolasın da. Hazır sen şatırından emes, yerden jirersen vaktan da. Bağır! Salamına bara! Bağır!
dedi de. Allah'a sen niye ümitlisin? Sen ümitlisin dedi. Bir zaman yok. Herkes bir çay içiyor. Sınıfta bol üy jinaушының емес, бала қинаушынымсың. Әттең сен бостандықта болсаң,
клапандар кінәрат болып жарып кеткен. Иә. Ал сенің күшіктері қайда? Оларды жанып күйіп кетті. Балақай, не ғой? Менде күшіктердің барлығы ұшып жүретін күшіктер ғой ұшып кеткен. Телефон келеді, сағат 8 ғой. Сен тағы да не ойлап тұрсың? Жас қояды балақай. Ой. Сені кетті ғой. Балақай, ана қара. Құреке бұл сені іздеп жүр қара. Бізге оған көмегіміз керек болып тұр. Қалай жазып? Ой, саған істеген өзі көрсетпейміз ба? Кетті ма? Балақай, бірақ сөзін көрсе сабырлы бол, болды ма? Қоя сал, кет. Мен алғаш шығар міне. Бұл үйде таңғажайып оқиғалар болып тұрады екен, а? Ой, сұмдық-ай, ол не әлгі нелер? Al men olarni
Sandıktan umardan zatlarını ormuna koyun da. Oğlum ete. Bolşandık kollarını koy. Sonunda benim ömrüm olsa bana gelir. Çok tanrım. Selametsiz be. Siz ben bu kadar tanışıldım oraya gelmekte. Tanışmayın. Benim adım Karlısın. 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 Ya. Arkamda yürüyerek bak. Beni keyifli Jalkam maqtanchaq deb aytadi. Men dunyodagi eng maqta chiqishman. Sen odanca bana kovaran oluşlarla hap direkt geldi.